Қайырлы күн, балалар. Сендер бүгін сын есімді тағы да жалғастырасыңдар. Алдымен сын есім дегеніміз не еске түсірейік? Сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіретін сөз табы. Сұрақтары қандай, қай? Сендер осы сабақта сын есімдерді ажыратасыңдар. Тақырыбы бойынша мәтіннің мазмұнын болжайсыңдар және тыңдаған мәтін бойынша мазмұндама жазасыңдар. Сонымен, алдымен өздеріне ұнайтын түстер бойынша қорапшалар таңдап, 4 топқа бөлініп алыңдар. Одан кейін қорапшаның ішіндегі жүзіктерді алып, сұрақтарына жауап беріңдер. Әрі қарай жаттығу орындаймыз. Жұптарыңмен бірге, достарыңмен бірге, немесе достарыңмен топтасып мәтінді оқып шығыңдар. Мәтіннің тақырыбы бойынша мазмұнын болжап көріңдер. Балықшы мысық бола ма? Мысық балық аулай ма? Қалай ойлайсың? Мәтін балық аулап жүрген мысық туралы болайын деп тұр, иә? Енді мәтінді оқып шығып, мазмұны бойынша жоспар құрамыз. Сосын сол жоспарымыз бойынша мазмұндама жазамыз. Мәтінді менімен бірге дауыстап оқып көр. Мысық өзенге балық аулауға барады. Қармағын суға салады. Оған шабақ түседі. Бұл кішкентай балық қой деп ойлайды мысық. Қармағына құртын іліп алып, тағы да суға тастайды. Бұл жолы қармаққа алабұға түседі. Алабұға да онша үлкен емес қой деп ойлайды. Қармағын 3-ші рет тастайды. Қармаққа үлкен шортан балық түседі. Ол мысықты суға сүйреп әкетеді. Балалар, мәтіннің мазмұны түсінікті болса, осы мәтін арқылы қандай ой түйіп отырсыңдар? Әрине, қомағайлық жаман әдет. Мысық сияқты қомағайланып, үлкен балық ұстаймын, көп олжа табам, көп нәрсе алам деп аз нәрседен құр алып қоймаңдар. Қанағат қарын тойғызады деп айтқысы келіп тұр, Енді біз осы мәтіннің мазмұны бойынша жоспар құрып көрейік. Жоспар құру үшін бізге кинометафора әдісі көмектеседі. Сендер 3 бөлікке бөліп алыңдар ақ қағаздарыңды. Сосын басында неден басталды? Мысық кішкентай ғана шабақ аулады, балық аулауға келді. Одан кейін оның қармағына алдымен шабақ түсті, одан кейін алабұға түсті. Ең соңында шортан түсті. Шортан не істеді? Мысықтың өзін суға тартып әкетті. Ал жоспарларыңды жазып көріңдер. Бірінші, балық аулауға келген мысық туралы айтамыз. Екінші, шабақ, алабұға, шортан ілген мысықты баяндаймыз. Ең соңында мысықтың суға кетуі туралы жазамыз. Дайын болсаңдар, дәптерлеріңді алып, жоспарға қарап отырып, мәтіннің мазмұнын жазып көріңдер. Жазған мазмұндамаларыңды мұғалімдеріңе немесе маған жіберсеңдер, мен жүйесін, құрылымын тексеріп беретін болам. Әрі қарай секундомер алып, өлеңді қатесіз көшіріп жазып, оның ішінен сын есімдерді тауып, сын есімдерге сұрақ қойып көріңдер. Ал секундомер не үшін қажет десең? 1 минуттың ішінде өлеңді жазасың, 60 секундтың ішінде. 60 секундтың ішінде сын есімді табасың, және 60 секундтың ішінде оған сұрақ қойып үлгересің. Бұл сені жылдам және жүйелі, жылдам және тез жұмыс істеуге үйретеді. Тағы да бірнеше өлең жолдарын қойып қойдым. Егер қызық болса, секундомерді пайдаланып, осы әдіспен орындап көрсең болады. Сосын достарыңмен бірге ойын ойнаңдар. Әрі қарай сәйкестендіру жұмысын жасаймыз. Мен оқулықтағы сын есім мен зат есімдерді сәйкестендіруді қойып қойдым, және қосымша қажет десең, тағы да сын есімдер мен зат есімдерге кесте жасап қойдым. Оларды да сәйкестендіріп көр. Мысалы, жазық не болады? Жазық дала, арық қой, биік не болады? Аспан, ашық аспан. Биік тау болады, бойшаң қыз болады, қысқа жіп, сұр қоян, жуас қой
жаңағы біздің арық түйеміз болып тұр, немесе жуас түйе, жуас қой, арық түйе, арық қой деуге болады. Келесі әдемі не болады? Қыз, көңілді, күн, тамаша, ән, ақ көйлек, ақ көңіл адам, озат оқушы және ескі жейде болады екен. Сәйкестендіріп болсаң, өзіңнің жұмысыңды тексеріп көр. Сосын сілтеме арқылы ойын ойнауға болады. Бұл сілтемені Гүлзина Жақсылыққызына хабарласып алуға болады. Балалар, сендер осы сабақта сын есімді қайталадыңдар, бірнеше жаттығу орындадыңдар. Енді көңіл күйлерің өте керемет болып тұрса, қызыл таспаны алып, өзіңнің қорапшаңа байлайсың. Ал егер онша емес, жартысын орындап, жартысын орындай алмасаң, онда жасыл таспаны алып, қорапшаңа байласаң болады. Ал егер 6-дан аз сыйлық алып, бірнеше тапсырмаларды үлгермеген болсаң, онда сары таспа саған бұйырып тұр. Сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Ойынның сілтемесін алу үшін Гүлзина Жақсылыққызының каналына хабарлассаң болады.